Қадірменді тыңдарман, бүгінгі әңгімеміз ғибратқа толы патшаның жары болған ақылды әйел туралы болады. Арнамызда апта сайын жаңа ғибратты әңгімелер шығып тұрады. Алғашқылардың бірі болып тыңдау үшін арнамызға тіркеліп қойыңыз. Әңгімемізді бастайық. Ұзақ жылдар бойы қарамағындағы елін әділеттілікпен басқарған патша қайтыс болып, патша тағына оның мұрагері баласы отырады. Басына патша тәжін киген жас жігіт бірнеше күннен соң сарайындағы бүкіл уәзірлерін шақырып алып, ертең барлығыңызды қыздарыңызды менің алдыма алып келіңіздер. Мен алдыма келген қыздарға ойымда жүрген 3 сұрағымды қоямын. Кім менің қойған сұрақтарыма дұрыс жауап берсе, мен сол қызды өзіме өмірлік жар етіп аламын, дейді. Патшаның аузынан шыққан жарлығы 2 болмайды. Ертеңіне әдемі киінген уәзірлердің қыздары патша сарайына түгел жиналады. Көркемдігі бірінен бірі өтетін, қаздай тізіліп тұрған сұлу қыздардың алдына келіп, беттеріне ойлана қараған жас әмірші: менің сіздерге қояр 3 сұрағым мынадай. Машриқ пен Мағриптің арасы қанша? Жер мен көктің арасы қанша? Өтірік пен шындықтың арасы қанша? 3 күннің ішінде менің осы сұрақтарыма дұрыс жауап берген қызды мен өзіме некелеп аламын, деп жарлық шашады. Сарайға жиналған уәзірлердің қыздары жас әміршінің аузынан шыққан бұл сұрақтарға лайықты жауап таппай қиналады. Қыздарына жәрдем бермек болған уәзірлердің өздері де патшаның сұрауларын шеше алмай тығырыққа тіреледі. Уәзірлер мен қыздары ақылды патшаның қойған сұрақтарына жауап бере алмай қиналып жатқаны туралы хабар ел ішіне желдей есіп кетеді. Бұл хабар сол жақын маңайда қой бағатын шопанның қызының құлағына тигенде: ойпырмай, көп жылдардан бері сарайдағы патшаның ақылшысы болып жүрген уәзірлердің мұна оп-оңай сұрақтардың жауабын білмегені қалай? Мұның өзі естіген құлаққа ұят-ау. Қой, ендеше өзім барып осы сұрақтардың жауабын айтайын, деп патша сарайына бет алады. Патша өзінің сұрақтарына жауап беруге шопанның қызы келіп тұрғанын естігенде қуанып кетеді. Есік алдындағы күзетшілер жауап беруге келген қызды кідіртпестен патшаның алдына алып барады. Қаршадай қызды көргенде жиналғандар аң-таң болып, сарай ішінде шыбынның ызыңы естілердей тыныштық орнай қалады. Келген қыз не айтар екен дегендей барлығы оған ықыласпен құлақ түреді. Бірінші сұрағыңыздың жауабы: Машриқ пен Мағриптің арасы 1 күндік жол. Себебі шығыстан шыққан күн батысқа барып батқанша 1 күн уақыт өтеді. Ал жер мен көктің арасы 2 елі. Егер жоғары қарасаң көкті, ал төмен қарасаң жерді көресің. Көзіңнің алдына 2 саусағыңды қойсаң, ештеңені де көрмейсің. Ал 3-ші сұрағыңыздың жауабы: өтірік пен шындықтың арасы 4 елі. Кез келген нәрсені көзбен көрген шындық, ал құлақпен естіген өтірік. Көз бен құлақтың арасы 4 елі, деп іркілместен жауап береді. Қыздың берген жауаптарына шын көңілден риза болған патша баласы сөзінде тұрып, шопан қызына үйленіп 30 күн ойын, 40 күн тойын өткізеді. Арада шамалы уақыт өткенде патша өзінің уәзірлерін тағы да сарайына жинап алады. Жиналған уәзірлер патшамыз не айтар екен деп көңілдері күпті болып тұрады. Тақта отырған патша уәзірлеріне барлай қарап: мен ертең қасымдағы нөкерлеріммен саятқа кетемін. Аңда неше күн жүретінім белгісіз. Сіздерді сарайыма жинап отырған себебім, менің көптен бері көкейімде жүрген бір сұрағыма сіздер жауап берулеріңіз керек. Егер дұрыс жауап бере алмасаңыздар, барлығыңызды жұмыстан босатамын да ауыр жазаға тартамын. Сұрағым: өтірік пен шындықтың арасында бір шеге бар. Сол шегенің не екенін шешулеріңіз керек, дейді. Патшаның бұйрығына бағынбасқа лаж жоқ. Уәзірлер тобы жынынан айырылған бақсыдай аңырайып қалады.
Үйіне келгеннен кейін патша әйеліне қарап: «Мен бүгін өзімнің уәзірлеріме тағы да бір сұрақ бердім. Олар мен аңнан қайтып оралғанымша менің сол сұрағымның дұрыс жауабын тауып қоюы керек. Уәзірлерім бұл сұрағымның жауабын таппай жаны қысылғасын сенен келіп жәрдем сұрауы мүмкін. Сен олардың ешқандай өтінішіне құлақ аспа. Есіңде болсын, сен оларға рақым етіп, сұрақтың дұрыс жауабын айтып қойсаң, онда осы сарайдан өзіңе керегіңді аласың да бұл жерден қараңды батырасың», деп шегелеп тапсырады. Ертеңіне астына желмен жарысқан жүйрік ат мініп, ұшқыр тазы ерткен патша тобы аңға аттанады. Патша тобы аңға аттанған бойдан уәзірлер басын тауға да тасқа да ұрып, жаңағы сұрақтың жауабын іздей бастайды. Күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылған уәзірлердің ішкен асы бойларына тарамайды. Айдың күн аманында дұрыс жауап табудан күдер үзіп, жазықсыз жазаға тартыламыз-ау деген ойдан уәзірлердің мазасы кетеді. Көзді ашып жұмғанша патшаның аңнан келетін уақыты да болып қалады. Жаны мұрнының ұшына келген уәзірлер тайлы тұяғы қалмай патшаның әйеліне келіп, өлердегі сөздерін айтып жалынады. Мұны естігенде патшаның әйелі екі оттың ортасында қалғандай болады. Былай тартсаң арба сынады, былай тартсаң өгіз өледі. Енді не істеу керек? Уәзірлерге жаны ашыған патшаның әйелі өтірік пен шындықтың арасындағы шеге ол тіл деп жауабын айтып қояды. Патша аңнан қайтып келгесін уәзірлері берілген сұрақтың жауабы тіл екенін айтады. Сұңғыла патша бұл сұрақтың жауабын уәзірлердің өзі таппағанын іші сезеді де, сендердің бұл сұрақтың жауабын өздерің таба алмайтындарың маған 5 саусақтай белгілі. Бұл сұрақтың дұрыс жауабын кім айтқанын айтыңдар. Маған шындарыңды айтпасаңдар, барлығыңды дарға суға әмір беремін, деп қорқытып, уәзірлердің екі аяғын бір етікке тығады. Қорыққаннан жігерлері құм болған уәзірлер патшаға шындықты айтуға мәжбүр болады. Ашуға булыққан патша әйелін шақыртып алады да: «Сен менің айтқаныма құлақ аспай, сау басыңа сақина тілеп алдың. Енді патшаның екі сөйлегені өлгені. Сен осы сарайдан өзіңе керегіңді ал да тезірек бұл жерден қараңды батыр», дейді түсін суытып. Патшаның аузынан шыққан мынадай сөздерден салы суға кеткен ақылды әйелі үйіне келіп, түрлі тағамдар жасап, шараптың неше атасын алдыртып күйеуіне келеді. «Уа патшам, сізден менің бір өтінішім бар еді. Екеуміз соңғы рет дастархан басында бірге отырып тамақтанайықшы», деп патшаға өтінішін білдіреді. Сүйікті әйелінің соңғы өтінішін жерге тастай алмаған патша оның айтқанына көне кетеді. Дастархан басындағы түрлі тағамдардан дәм татқан патша әйелінің өз қолымен ұсынған шарабынан да бас тартпайды. Ішкен шарабы шамадан тыс көбейіп кеткесін патша мас боп қалады. Қолайлы сәтті құр жібермейтін ақылды әйелі сарай қызметкерлеріне әмір беріп ат арба алдыртады. Арбаға жайлы төсек салдыртып, мас патшаны арбаға жатқызып қаладан шығып кетеді. Бір кезде мастығынан айыққан патша көзін ашып, өзінің қаладан алыс жерде арбаның үстінде жатқанын байқайды. Патшаның көзін ашқанын сезген ақылды әйелі: «Тақсыр, сіз маған уәзірлерге берілген сұрақтың шешуін айтып қойсаң, сарайдан өзіңе керегіңді алып шығып кетесің деген едіңіз. Мен сіздің сол сөзіңіз бойынша сарайдан өзіме керегін ғана алып қаладан шығып кеттім», дейді. Патша болса өзінің ақылды әйелінің мынадай тапқырлығына шын көңілден риза болып, екеуі шаһарға қайта оралып, бақытты өмір сүрген екен дейді. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі әңгімеміз сіздерге ұнады деп сенеміз. Арнамызға қолдау білдіріп, пікір қалдыра отырыңыз. Бұл видеоны жақындарыңызбен бөліссеңіз болады. Келесі видеода жүздескенше.